Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында 2025 жыл Қазақстанда жұмысшы мамандықтар жылы ретінде жариялады. Өз ісіне адалдығымен ерекшеленетін және көп жылдық еңбек өтілі бар жұмысшылар өскелең ұрпаққа үлгі өнеге ретінде насихаттау, олардың еңбегіне қоғамның назарын аудару мақсатында Көкшетау қаласының тарихы музейі кәсіпорын тарихындағы еңбек адамдары жобасын жүзеге асыруда. Бұл жобада өнімдері тек Қазақстанға ғана емес, сонымен қатар шет елдерге әйгілі брендіне айналған Көкшетаудың негізі болып табылатын кәсіпорындарды өз еңбегімен дамытқан жұмысшы мамандар иелерімен таныстырамыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға адал еңбегімен құрметке бөленген кәсіпорынның өркендеуіне үлес қосқан азаматпен сұхбатты ұсынып отырмыз. Есімім Рысбек, ТО-еңкида оператор печи обжига сушки, соның мамандығы болып істеймін. Негізі мен онда фундаменттім, негізінен сонда істеймін. 2013 жыл біз заводты қостық. Өзім туралы айтсам, мен өзім бұрын Көкшетау облысы Қызылту ауданы Амангелді ауылында туып өстім. Сонда бізде ПТУ ашылды, Қызылту ПТУ, соны 3 жыл оқып, соны бітірдім. Техникум. Одан 2003 қалаға келіп, көшіп, высший техническийді оқып алдық. БТШ-ны бітіріп, техник-технолог мамандығын алып, ТО-еңкида жұмыс істеп жүріп, сонда оқып алдық. Менің күнделікті жұмысым сменді қабылдағаннан кейін негізі менде кірпішті кеп тұру, сушилка. Содан соң сол кепкен кірпіш шыққаннан кейін кірпішті күйдіру, пісіру. Соның бәрін қарап, нетіп отырмыз. Бақылап қарап отырмыз. Ерекше қиындықтар дегенде, сонда ерекше қиындық жоқ. Неге десеңіз, бізде автоматизированный дейді, енді орысша автоматизированный завод. Өзім отыратын жерім операторский 2 нем бар. Мониторым біреу сушилка, біреу пеш. Вот соны қарап отырмыз. Андай бірдеңе істемей қалса, специалисттарды шақыртып, кейіптерді, слесарьларды солармен бірге барып істесіп. Өте қатты өзгерді. Өзгергенде, жұмыс жағынан өзгергенде көп жеңілдік. Табысымыз көтерілді. Производительность көтерілді. Бізде сменмен ғой, бізде бір қыз бала бар, лаборатория. 8 мартта коллектив болып, смен болып, жинап, құттықтап. Сменмен неге демалуға арасында шығып қаламыз. Жас мамандарға не тілеймін, бұларға тілейтін біріншіден сәттілік, екіншіден бір жақсы, ең бастысы жақсы білім алу. Сол білім, адамда жақсы білім болса, оларға өзі дамып жүре береді адам. Сәттілік тілеймін жастарға.